Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған жаратылыстану пәні бойынша жыл мезгілдері тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі оқу мақсатымыз жердегі тіршілікке ғарыштың әсерін анықтау. Алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну. Дескрипторы: жыл мезгілдерінің ерекшелігін анықтайсың. Жыл мезгілдерінің ауысуы жанды табиғатқа қалай әсер ететінін түсінесің. Балалар, біздің ғаламшарымыз ғарыштық кеңістікте күнді айналып қозғалып жүрген шар тәріздес дене. Жер өз білігінен айналып отырып, күнді айнала қозғалады. Жердің күнді айналып өтетін жолы жер орбитасы деп аталады. Жердің полюстік білігі орбита жазықтығына көлбеу орналасады. Осыған байланысты бізде маусымдық өзгерістер болады. Мына пиктограммаларда не бейнеленген? Бұл құбылыстар немен байланысты? Ендеше толығырақ мына бейнежазбалардан тамашалаймыз. Басқа ғаламшарлар сияқты, біздің жер жүйесінде де жер бізге жақын жұлдыз күннің айналасында қозғалады. Күн шамамен 150 миллион шақырым қашықтықта орналасқан, және жер бір жыл ішінде кеңістікте өте үлкен ара қашықтықта өтеді. Ғалымдар жердің күннің бір орбитасы ішінде ширек 365 рет айналатынын анықтады. Нақты цифра 365 күн, 5 сағат және 48 минут және 45,5 секунд. Бұл бір жыл дәл 365 күнге созылмайтынын білдіреді. Және артық бір күн 4 жылда бір, маусымдар біртіндеп күнтізбені қуып жетпеу үшін кібісе жылы қосылуы керек. Солтүстік жартышар күнге еңіс болып тұрғанда, ол оңтүстік жартышарға қарағанда күн сәулесінің энергиясын көбірек алады. Қазір солтүстік жартышарда жаз. Жер күнді айналып қозғалуда, және екі жартышар да күн сәулесін бірдей мөлшерде алуда. Күн солтүстік жартышарда қысқаруда, және қазір көктем мезгілі келген оңтүстік жартышарда күн ұзаруда. Жаз ортасынан бастап 6 ай солтүстік жартышар күнге қарай еңіс және күн сәулесін азалады. Температура төмендейді, және солтүстік жартышарда қазір қыс, және оңтүстік жартышарда жаз. Жер айналуын жалғастыра беретіндіктен, ол күнге қарай еңістеуді бастайды. Сондықтан көктем енді солтүстік жартышарда басталады. Және күн ұзарады, ал температура жоғарылайды. Оңтүстік жартышарда қыс басталады, және күн қысқарады. Жер сағат тіліне қарсы айналатындықтан, күн аспанда қарама-қарсы бағытта қозғалады. Күн сайын күн шығыста шығады, және батыста батады. Жазда жер күнге еңіс болады. Сондықтан аспанға қарай жоғарырақ болып көрінеді. Қыста күн аспаннан төмендеу болып көрінеді, өйткені жер одан төмен. Өсімдіктерге қоректену үшін күннің жарығы қажет. Жануарлар өз кезегінде қоректену үшін өсімдіктерге тәуелді болады. Осылайша, жердегі бүкіл тіршілік күннің жарығына байланысты. Балалар, сендер білесіңдер ме? Жер тәрізді Марста өз орбитасына көлбеу орналасқан. Алайда онда маусымдық өзгерістер байқалмайды. Дегенмен бұл ғаламшарда қыс болады. Қыс күнінде оның қысқы жартышарында көмір қышқыл газ қатып, құрғақ қар темпіршіктері пайда болады. Газды алып ғаламшардың күнді айналып шығуы уақыты өте ұзақ болғандықтан жыл мезгілдерін бақылау мүмкін емес. Бірақ Нептунда 40 жылға созылатын атмосфералық боран маусымы болатыны белгілі. Ендеше сіздерге үй тапсырмасы. Зерттеу жұмысын жүргізіп көр.
жыл мезгіліне байланысты тірі ағзалардың тіршілігі қалай өзгереді? Осы үй тапсырмасы бойынша кері байланыс жасаймыз. Ендеше бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.